Достар, сәлем, сіздермен бірге Қарлығаш, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі оңай жасалатын сметанник пирогының рецептісін көрсететін боламын. Сондықтан да видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл пирог өте қолжетімді заттардан жасалады. Бізге сары май, қант, жұмыртқа, қаймақ және де ұн қажет болады. Ең алдымен ұн мен сары майды қосып араластырамыз. Одан соң жұмыртқа және қант қосып қолмен араластырамыз. Қамырымыз үгітілмелі болу керек, сондықтан да қолмен араластырған жөн. Одан соң 20 сантиметрлі формаға астына пергамент қағазын төсеп, жаңа қамырымызды салып шығамыз. Міне, салып шықтық. Енді видеода көрсетілгендей қолымызбен басып шығамыз. Шаншықыны алып, шет-шеттерін бортик дайындап, әдемілеп форма дайындаймыз. Енді салмасын дайындауға кірісеміз. Енді салмасын дайындаймыз. Бізге керегі қаймақ, жұмыртқа, қант және де кішкене ұн қосасыздар. Жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Енді салманы құямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Міне, қарапайым заттардан тұратын сметанник пирогымыз дайын болды. Өте дәмді әрі нәзік болып шықты. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Және де менің каналымда дәмді тағамдардың оңай рецепттері бар. Алдағы уақытта тағы да түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан да менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Ас болсын.